нағашы жеңгесі болам. Туған болды енді жолдасы ауру несін білмей жұртта аяқ астынан болды. Енді шиеттей бала шағамен қалу қиын болды. Өзде бұрында мамасынан айырылды, сіңлісінен айырылды, папасынан айырылды. Енді көп қиыншылық көрді. Шамамыз келгенше бір шетіне шығысқымыз келді. Енді сіздердің істеп жатқан игі істеріңізге Алланың нұры жаусын, істеріңіз ілгерілі болсын, дендеріңіз сау болсын, халқымызға бірінші Аллаға мың алғыс, барлықтарыңыз дендеріңіз сау болсын, Алланың берген бала шағаның қызығын көріңіздер, лайым өстіп халықтың ризашылығына, рахметіне бөленіп, осы көрсеткен бала шағаларыңыздың қызығын көріп, тек солардың рахметіне, шапағатына бөленіп халықтың жүре беріңіздер, аман болыңыздар. Майгүліміздің үйі құтты болдына, кішкентай бала шағасы осы үйде асырса, уайымсыз, қайғысыз, бақытты балалық күндерін кешсін. Canım bu saatte o kıyılmaysa hoştu. Құдай күні көршіден дейді, құрметті қонақтар. Алыстағы ағайының аты озғанша, жақын маңдағына көршіңнің тайы осы дейді. Мына осы Нұргүл осы үйге ерекше ат салысы деп шынымен де жақсы хабар келіп жатыр. Мына тамақтың сондай дәмді пісуіне, барлық нәрсеге қатты ат салысы деп. Нұргүл ана мына жерден бір көше былай тұрады, көрші. Қош келдің Майгүл, ортамызға. Шаңырағың биік болсын, бала шағаның қызығын көре бер, осы үйде өсіп өңе берсін. Мына Ырыстар армиясына үлкен көп рахмет, осы кісілердің арқасы. Ырыстала ханымға да рахмет, Алла разы болсын, бала шағасы қызығын көрсін, халқымызға да рахмет. Мына өсіп үйлі болып жатырмыз. Дастарханымыздан нан кетпесін. Тамаша, рахмет. Майгүл, қонысыңыз құтты болсын. Осы үйде өніп өсіп, бала шағаңыздың қызығын бірге көріп, жақсы өмір сүрулеріңізге тілектеспін. Жыламаңыздар, қазаныңыз қайырлы болсын, аман болыңыздар, тек жақсылық болсын. Осы бұл үлкен бір еңбекпен дүние, алға қолдап, Ырысбаланың көмегімен, халықтың қолдауымен осындай аспанға жетіп отырсыздар. Қоныстарыңыз құтты болсын. Осы барлық шараны ұйымдастырып, неғып жатқан Ырысбаламызға мың алғыс. Алладан қайсын жаным. Алтындай жарқырап жүрсін дегенде бір міне.
біз семечке деп айтамыз, бірақ қазақшасы қалай еді? Алқа. Алтын алқа. Міне алтын алқа табыстап жатыр. Құтты бола берсін. Көп балаланам, менің жолымды беріп. Сіз көп балаланасыз ба? Иә. Ой, тамаша. 73-ші үй ғой. Енді сіздер де әйтеуір бір қауым елсіздер, ар жақта ағайын туыс бар. Енді беріп жатырсыздар сыйға сый сыраға бал деп. Енді біз алып жатырмыз енді. Шыны керек, осы 73-ші үй болып жатса, барлығы әйтеуір әркім өзінің көрпесіне қарай көсіледі дейді ғой. Шама шарқы келгенше сый сияпат жасағысы келіп жатыр. Бірақ сыйлықтың үлкен кішісі болмайды дейді. Алла разы болсын. Үлкен рахметімізді айтамыз сіздерге, ағайын туыстарыңызға. Бұл енді қалың қазақтың атынан алып жатқан баспана. Әйтеуір осы баспанада балаларыңызға дұрыс тәрбие берсеңіз, бізге де соның өзі үлкен бір мәртебе, жетістік десек болады. Енді маған алтын тағып жатсыздар. Енді маған алтын тағып жатсыздар. Енді тақпай жатқан не емес, сіздердің де ниеттеріңіз ғой. Енді жаңа естіп отырсыздар, Жанат ағаның үйіне келін келіп жатыр деп жатырмыз аяқ астынан. Енді сіздерден кетті, маған жетті. Әрмен қарай оны не істеймін, өзім білем ғой. Сондықтан мына шоколадтарыңызды алайын, үйге барып шай ішеміз бала шағамен. Ана мен мойнымдағы жаңа таққан алтын алқаларыңызды мен Жанат ағаға берем. Алла бұйыртса, қыз алу, қыз беру оңай емес. Жақында ғана бір қыз беріп, артынан оның жасауын апарып, кәдімгідей ағамыз бір жұқарып қалып десек, әйел кісі болса, әйтеуір әр жерден бір нәрсені жиып теріп, әйтеуір жасайды ғой. Ер азамат ондай нәрсені көп ойлай бермейді. Сондықтан да ертең бір құдашасына тақса да, құдағайына тақса да, мен осын Жанат ағама бергім келіп тұр. Ой, тамаша. Сіздер енді әкеп жатсыздар ғой, пакет көріп жатырмын. Енді сіздер оның барлығын маған беріңіздер, мен сіздерден алам. Үлкен рахмет, мен командамда оған реніш болмайды, бірақ Жанат ағаға бергім келіп отыр. Бәрін ертең құда күтеді, әйтеуір қос үйден құр шықпа деп, бір құдасының қол ұстары болса да, бұл кісіге де үлкен көмек болады. Алла нәсіп етсе, ағамыздың ұл қыздары жетіліп, ертең сіздің ұл қыздарыңыз кетіп жатқан кезде құдалығыңызға осылай кеп тұрады. Ай, тамаша. Реніш жоқ қой ешқандай. Сіздердің кетті, сіздер басқа ашып көрсетіп бере беріңіздер. Ашып көрсетіп бере беріңіздер. Ашып берген бірыңғай мынандай набор болған. Бірыңғай әсем осындай алтау әкелгіздер ма, үлкен рахмет. Мынандай турецкий дейді, ванныймен лицевой ғой орамалдар. Үлкен рахмет. Алла бұйыртса Жанат аға, ертең құдалықтың алты әйелдің сүлгі орамалдайын. Басын ашып айтып атқан осы ғой, сіздер ренжімесеңіздер. Енді мейлі ғой, бұл біздің үйіміздің бір бұрышында барып тұрады. Қазір тұрғаннан гөрі қажет дүниеге жарап кетсін ол нәрсе. Одан кейін қазақ тапқаның бәрі тойға шашылсын дейтін қазақпыз ғой. Жақсырымдайық. Алла бұйыртса Жанат ағамыздың осындай қызы құтты ұяға қонып жатқаны, үйіне ұлы келін әкеліп жатқаны апайымызға жұғысты болсын. Алла бұйыртса. Аллаға рахмет өстіп. Алланың қалауымен болады бәрі. Екінші қалпымызға рахмет. Ырыс Балақанның командасына рахмет. Үлкен рахметімді айтам. Алла разы болсын. Әрқашан тек әр үйде, әр қазақ үйінде жақсылық болсын. Бақытты болыңыздар, бәріңізге денсаулық тілеймін. Үлкен рахмет. Өткенде Жанат аға сол қыздың жасауын апарып, жаңағы сол елге құда болып барды ғой. Сол кезде енді алғашқы қуанышым ғой, қарындасым ортамызда бол деп шақырған, барып құдалығына қатысып солай қайтқанбыз. Жақсылықтың артынан осындай жақсы дүние болып жатыр екен. Қазақ айтады ғой жаңағындай, әкемді алсаң ол құдай, шешемді алма, шекпен тігіп берсе де өлмеймін ғой деп. Әйтеуір әйел адам болса жоқтан бар жасайды. Оның бір дәлелі әйел 40 шырақты деген осы Майгүл апайымыздың тағдырақты дәлелі шығар. Анасынан айырылды, артынан сіңілісінен, бауырынан айырылды, одан кейін әкесінен айырылды деп отырсыздар. Сондай бір қаншама қиындықтарды көре келе, артынан мінекей жығылғанға жұдырық болып жолдасы кетіп жатыр. Бірақ соның әйтеуір осыншама қиындыққа мойымай, жаңағы сіңлісінің артынан қалған баласын бауырына басып, ол нағыз бір үлкен бір жүрек керек. Қазір өйткені өзіңнің балаңа тәйт деп айтуға
шама келмей жатады кей уақытта. Бұның өзі үлкен ерлік. Осындай қазақ айтады ғой, өлі риза болмай, тірі байымайды деп. Бауырының қаны ғой, әруағын сыйлап, осындай баласын бауырына басып отқан үлкен бір батыр ана деуге болады бұл кісіні. Мың алғыс. Әйел 40 шырақты деп әйтеуір бір шырағым, 40 шырақты деп әйтеуір бір шырағым сөнсе, қой екінші жанар деп соншама қиындықты өткеріп, артынан осындай Алланың осы уақытқа дейінгі сіздің сабырлығыңыздың, сіздің бір жақсы адам болғаныңыздың дәлелі шығар. Қаншама халықтың мейірімін төгіп, бір жаңа қуыстай дейді ғой, қазақ бір қуыстай бір-екі бөлме емес, бір ауылдың әдемі бір баспанасы бұйырып отыр. Енді қазақ аман болсаң амалда дейді ғой, әрмен қарай біріңізді екі қылып, ең бастысы баспанаңыз бар. Осы баспанада өсіп өне беріңіз. Қалың қазаққа біз ерекше алғысымызды білдіреміз. Бұл бастаманы бастарымызға бастаймыз. Бастау енді әркімнің қолынан келеді, бірақ артынан осындай қаумалаған халық қолдамаса, бұл дүниенің ешқайсысы да болмайтын еді. Сондықтан да жылу жинап, осындай бір отбасыға бақыт сыйлайық, баспана сыйлайық деген халықтың, қазақтың әр шаңырағында той, қуаныш болсын деп. Үйдің ішіндегі мынау дүниенің барлығы басы бүтін өзіңіздікі, енді осы көптің сыйлығы ұқсатып өзіңізден, түріңізден көрініп тұр ғой, енді бос сондай бір балбыр келіншек емессіз. Сондықтан да өзіңізге үлкен үміт күтеміз. Осы балапандардан үміт күтеміз. Балаларыңыз қандай әдемі, тәртіпті, ашық ойын. Жаңағында балаға айтамын ғой, сен неге жүгіріп кеттің? Үлкен ағалар жеткізбей десем, бір айналып жүгіріп келгім келді дейді ғой. Сол сияқты тіл тас жарады демекші, тілі тастай балалар, Алла тіл көзден сақтасын бұтамды, иә? Жаным сол ақылды балалар ғой өздері. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Осы оқыған Құранымыздың сауабын екі дүниенің сардары болған, адамзаттың асылы болған Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымызға және пайғамбарларға, сахабаларға, әулие-әулиелерге және осы қол жайып отқан барша игі жақсылардың ата-аналарының, туған туыстарының рухтарына және де мына кешегі дүниеден өткен Кемелжан ұлы Нұрғабыл бауырымыздың рухына бағыштадық. Және де бұл дүниеден ля иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах деп өткен мұсылман бауырларымызға, жетім жесірлердің рухтарына, іздеуші жоқ, сұраушы жоқ жетім жесірлердің рухтарына бағыштадық. Жатқан жерлерін жайлы топырақтан торқай ете көріңіз. Алла тағалам тіршіліктерінде біліп білмей жасаған күнәлі істері болса кешіре көріңіз. Алладан рахмет.